Мен әйелмін, әлі жаспын, бірақ менің әйелдік тәнім мен жаным 10 жылдан бері мұз болып қатып қалған. Төсек дегенді ұмыттым. Күйеуім үйге кеш келеді, үнсіз тамағын ішеді, телевизорға қарап жатады да сыртқа шығып кетеді. Ал мен бөлмеме жалғыз кіремін. Есікті жапқанда қабырғалардың салқыны маған тікелей тиеді. Жылу жоқ, құшақ жоқ, еркектің дәмін сезбеймін. Түнде жалаңаш тәнімді құшақтап жатып, өз қолыммен өзімді жылытамын. Айнаға қарағанда аппақ денемді көремін. Төсім толық, жұмсақ, белім әлі нәзік, ернім қып-қызыл. Мен әлі де жас, шөлдеп тұрған әйелмін. Бірақ 10 жыл бойы ешкім мені ұстамады. Күйеуім түнде менің бөлмеме кіреді. Ол мені әйел ретінде көрмейді. Түн сайын жастығым суланады. Бірде жылап суландырамын, бірде тәнімнің отын сөндіре алмаймын. Қолымды ішіме апарамын, баяу сипаймын, көзімді жұмамын. Қиялымда еркектің қолы, оның ыстық демі мен жалаңаш тәніме жабысып тұрған ыстығы. Мен ыңқылдай бастаймын. Ах, деп үнсіз ғана сыбырлаймын. Дірілдеп өзімді босатып қоямын. Содан кейін жылап жіберемін. Өйткені мен әлі әйелмін, бірақ мені ешкім құшақтамайды. Күйеуімнің көзінде басқа әйелдің жылуы бар екенін сеземін. Әйел байғұс бәрін сезеді ғой. Ол басқа төсектен, басқа тәннен ләззат алып жүр. Ал мен 10 жылдан бері қатып қалған бөлмеде, қатып қалған төсекте өзімді өзім жұбатумен келемін. Ішімнен сыбырлаймын, мен тірімін, мен әлі әйелмін, бірақ мені ешкім сезбейді. Күйеуімнің маған 10 жыл бойы жоламағанын іштей түсінбей жүрдім. Бірақ бір күні шындықты өз көзіммен көріп қалдым. Түн ортасында ол үйге келмеді. Терезеден қарасам, ауладағы көлігінде бір әйелдің силуэті көрінді. Әйелдің шашы тарқатылып, мойны ашық, ал күйеуімнің басы оның кеудесінде жақын тұр. Жүрегім тоқтап қалғандай болды. Қолымнан жастығым түсіп кетті. Жалаңаш денемді орамалға орап, терезеден қарауды жалғастырдым. Менің күйеуім басқа әйелдің төсін сүйіп отыр. Мен 10 жыл бойы бір сипауды аңсадым, ал ол бөтен әйелдің денесін қалап жүр екен. Ашуымда, қызғанышымда, өкінішімде бірдей көтерілді. Көзімнен жас парлап шықты, бірақ бойымдағы бір ол кенет қайта тұтанды. Демек, ол басқа әйелдің тәнін сүйеді. Демек, мен әлі де біреуге керекпін. Менің де тәнім бар, менің де әйелмін дедім. Айна алдына барып халатымды шешіп тастадым. Өз тәніме қарадым. Аппақ төсім дірілдеп тұр. Белім әлі де нәзік, бұралған. Ернім қандай қызыл. Ол мені көрмеді, бірақ басқа еркек көреді деп сыбырладым өзіме. Сөйтіп кек алайын дедім. Сол түні ұйықтай алмадым. Қолымды төсіме апарып баяу сипадым. Екінші қолмен төмен түсіріп, денемнің ыстығын сездім. Аузымнан ыңқыл шығып кетті. Ах, мені де біреу осылай ұстаса ғой дедім. Төсегім дірілдеп, тәнім шөлін қандыра алмай жатып, өзімді қинап шықтым. Ал күйеуім сол түні бөтен әйелдің төсегінде менің жанымды өртеп жіберді. Сол сәтте шешімім пісіп жетілді. Мен бұлай өмір сүре алмаймын. Мен де әйелдік бақытымды табамын. Мен де тірі екенімді дәлелдеймін. Таң ата менің көзім ісіп кеткен еді. Түні бойы жылап шыққан едім. Түні бойы өзімді қинап шықтым. Ал күйеуім таңертең кіріп келді. Үстінде бөтен әйелдің иісі. Менің жаным қиналып, қолым қалтырап кетті. Қашанға өз-өзімді қанағаттандырып жүремін дедім. Мен оның бетіне қарауға батпадым. Ол мені байқамады да, үстелден нан жеп телефонға үңіліп отырды. 10 жыл бойы осы өмірде көндім. Бірақ бұдан әрі шыдай алмаймын деп ойладым. Сол сәттен бастап менің қолым қалам іздеді. Қағаз алдым. Қолым дірілдеп, бірақ жүрегімнен шыққан әр сөзді жаздым. Хатым, енеме, мен сізді сыйладым. Осы үйдің бар тәртібін ұстандым. 10 жыл бойы ұлыңыз менің қасыма жатпады. Жатқанмен мені қандыра алмады. Мен әйел болсам да еркектің құшағын көрмедім. Түн сайын жалғыз жаттым. Шөлдеп, жылап, тәнімді құшақтап шықтым. Ал бүгін оның басқа әйелмен болғанын көрдім. Мен бұдан әрі шыдай алмаймын. Менің де жүрегім бар. Менің де тәнім бар. Мен де әйелмін. Мен кетемін. Мені сөкпеңіз. Мен тек өз бақытымды табуға барамын. Хатты жастығымның үстіне қойдым.
Орамалға оранып, шашымды тарқатып, айна алдына қайта қарадым. Көзімнің іші жасқа толы болса да, жүзіме бір жалын бітіпті. Мен өзіме іштей уәде бердім. Мен тірімін, мен әлі жаспын. Мен өзімді өлтірмеймін, мен өз бақытымды табамын. Сол сәттен бастап менің жанымда басқа бір күш оянды. Бұл мені еркектің қолы, еркектің дәмі аңсаған әйелдің күші еді. Үйден шыққан күнімде менің жанымда жеңілдік те, қорқыныш та болды. Енемнің бөлмесінде қалдырған хат менің соңғы үнсіздігім еді. Ал алда белгісіз, бірақ жүрегімді тарқататын бір әлем бардай сезіндім. Көшеде келе жатып, мен өзімді өзгеше сезіндім. 10 жыл бойы тұншыққан әйел енді еркін демалғандай еді. Киімім денеме жабысып, әр қадамда белімнің қозғалысын өзімде сезетін болдым. Әр жанар маған қадалғандай. Сол сәтте кафенің алдында бір жігітке көзім түсті. Жас, жігерлі, жанары өткір. Ол менің жүзіме тіке қарады. Жүрегім дүрсілдеп кетті. Көзімді тайдыра алмай қалдым. «Кешіріңіз, сізді бір жерден көрген сияқтымын», деді ол жымиып. Мен ыңғайсызданып, бірақ жүрегім қатты қалап, соғып тұрды. «Жоқ, мүмкін», дедім күмілжіп. Ол қолын созды. Қолын алған сәтте денемне бір ыстық тоқ жүріп өткендей болды. 10 жыл бойы еркек қолын сезбеген нәзік алақаным сол сәтте қайта тіріліп кеткендей. Жүрегім ішімнен сыбырлады. Осы жігіт, осы жігіт. Менің қиялымды шындыққа айналдыратын сияқты. Біз ұзақ сөйлестік. Оның дауысы еркектік сенімділікке толы, ал менің даусым алғаш рет жанданып күлкім шыға бастады. Ол маған үңіле қараған сайын менің төсім көтеріліп, демім жиілеп бара жатты. Мен жас қыздай ұялып, бірақ әйелдік отыммен жанып тұрдым. Кетерде ол жай ғана сыбырлап айтты. «Сізді тағы көргім келіп тұр. Сізде бір сыр бар сияқты», деді. Мен басымды изедім. Ішімде бір от лапылдап, түнге дейін ұйықтай алмадым. Өйткені мен алғаш рет бөтен еркектің жанарынан өзімді әйел сезіндім. Келесі күні кешке ол хабарласты. Дауысы телефоннан естілгенде-ақ жүрегім дір ете түсті. «Сізді көргім келеді, қазір», дейді. Көруге келістім. Ішімде толқу, ұялу, бірақ бір тоқтаусыз тартылыс бар. Кешкі саябақта кездестік. Ағаштардың арасынан шыққанда ол маған тіке қарады. Жанары өткір, бірақ жылы. «Сіз бүгін әдеттегіден де әдемісіз», деді ол сыбырлап. Мен қызарып кеттім. Жүрегім дүрс-дүрс. Өзімді жас қыздай сезіндім. Ол қолымды ұстады. Қолының ыстығы алақанымнан жан жүрегіме дейін жайылып кетті. 10 жылдан бері алғашқы еркектік жанасу. Мен дірілдеп кеттім. Жігіт менің көзіме ұсақ қарады. Содан соң қолымды білегімнен жоғары сырғатты. Терге тиген әр жанасымды денемді тоғырғандай етті. «Сіз мені түсінбейсіз», мен дедім сыбырлап, сөз таба алмай. Ол менің сөзімді бөлді. «Мен бәрін сеземін. Сіздің жүрегіңізде от бар. Сіздің тәніңіз ұйықтап қалған. Мен соны оятқым келіп тұр», деді. Бұл сөздер менің тұла бойымды өртеп жіберді. Жүрегімнен ыстық ағып, төсім ауырлап, ернім дірілдеп бара жатты. Ол кенет мені құшағына тартып алды. Кеудеме басын тигізді. Оның жүрек дүрсілі құлағыма естіліп тұрды. Ал менің денем қысқарып, ыңқылдай бастадым. Ол шашымнан сипап, құлағыма сыбырлады. «Сіз осындай нәзіксіз, сізді қалаймын», деді. Сол сәтте оның ерні маңдайыма тиді. Сосын мойныма, сосын ернімнің дәл жанына, кейін екі жанарыма. Мен көзімді жұмдым. Жүрегімнен дауыс шықты. Мен енді тоқтай алмаймын. Ол маған еңкейіп ернімнің жанына жақындады. Жүрегім кеудемнен шығып кетердей дүрсілдеп тұрды. Ал менің қолым дірілдеп, белімнен ұстап тұрған оның алақанын ажыратқым келмеді. 10 жылдан бері ешкімнің демін сезбеген менің ернім алғаш рет еркектің ерніне жақындап келе жатты. Сол сәт ол мені құшақтап ернімді басты. Жан дүнием жарылып кеткендей болды. Ерні ыстық, дымқыл, нәзік. Менің ішімде өшкен әйелдік от лап ете түсті. Ыңқылдап жібердім. Ол одан сайын қатты қысты. Тәніміз бір-біріне жабысып кетті. Менің төсім оның кеудесіне тіреліп, дірілдеп тұрды. Ол менің белімнен төмен сырғытып, артымнан ұстай бастады. Менің бүкіл денем еріп бара жатты. Қолым еріксіз оның мойнынан құшақтап, өзімді тарта бердім.
Біздің сүйісіміз тоқтамады. Ұзақ, ыстық құмарлыққа толы. Менің тілегім еркімнен асып кетті. Жігіттің ерніне қарсы, ернім өздігінен ашылып, тілдеріміз түйісті. Сол сәтте менің денемнен ыстық діріл тарады. Ол ыңқылдап жіберді, менің атымды атады. Мен оның құшағында жанып тұрдым. Көзімді ашқанда оның жанары жалындап тұрды. Сізді қатты қалаймын деді. Мен ернімнен тістеп дірілдеп тұрдым. Өзімде сыбырладым. Мен де, сен мені тірілттің дедім. Жігіттің жанарында от бар. Мен 10 жыл бойы көрмеген, аңсаған әйелді жаңартаудай оятқан жігіт. Ол мені қолымнан ұстап бөлмеме алып кірді. Есікті жауып маған тіке қарады. Сол сәтте жүрегім дүрсілдеп қана қоймай, бүкіл денем дірілдеп тұрды. Сіз дайынсыз ба деді ол. Мен көзімді жұмып басымды изедім. Даусым дірілдеп шықты. Иә, мен сені қалаймын. Ол жақындап мені құшақтап сүйіп жіберді. Мен ыңқылдай бердім, тоқтама. Халатым баяу сырғып түсті. 10 жылдан бері жабылып отырған тәнім алғаш рет еркек алдында ашылды. Мен ұялғаныммен оның жанарында құмарлық мені қаймықтырмады. Керісінше әйелдігімді мақтанышпен сезіндім. Ол менің төсімді қолымен қысып, ернімен сипағанда бүкіл денем шымырлап, ыстық дірілден жарылардай болды. Сен мені тірілттің дедім сыбырлап, көзімнен жас ағып жатып. Ол мені төсегіме жатқызды. Қолдарыма, мойныма, кеудеме тоқтамай әр жерімді сүйді. Менің денем әр жанасуда құмарлықпен өртене түсті. Сол түні мен 10 жыл бойы аңсағанымды алдым. Мен қайтадан әйел болдым. Менің жанымда, тәнімде жанып, шөлін қандырып, рахатқа бөленді. Таң атқанда ғана біз бір-бірімізге құшақтасып құлап түстік. Мен оның кеудесіне басымды қойып сыбырладым. Жаңа өмірге қадам басқалы жүргенімде сыртта біреу бізді бақылап тұрғанын білдім. Ал ол менің 10 жыл бойы төсегін суытқан күйеуім еді. Соңғы өтінері менің өзгергенімді байқапты. Жүзім нұрланып, көзім жайнап кеткен. Өзге әйелдің құшағында жүрсе де, ішкі түкпірінде бұл әйел тек менікі деген еркектік қызғаныш маза бермепті. Ақыры бір түні артымнан аңдып келді. Мен жігіттің құшағында жатқанмын. Төсек ыстығынан буылып, тәнім мен жаным от боп жатқан шақ. Мен ыңқылдап, оның әр жанасуына еріп, әйелдігімді толық сезініп жатқанда, есік алдынан сықыр естілді. Көзім ілінбеген, бірақ ол бәрін көріп тұрды. Күйеуім. Ол көлеңке арасында тұрып, көзін алмай тістеніп қарады. Менің жай қайымды, жігітімнің ыстық демін бәрін естіді. Мен бұрын ешқашан оған шықпаған даусымды, ешқашан оған ашылмаған әйелдік сырды бөтен еркектен көрді. Жүрегім шаншып кеткендей болды. Бұл менікі еді. Қалайша ол басқа біреудің құшағында? Мен оны жылдар бойы құшақтамадым, бірақ ол шынымен бақытты болып қалған ба? Оның көзінен жас шығып кетті. Ашу емес, қызғаныш емес, қайғы мен өкіну. Өз қолымен өз әйелін өшіріп, басқа еркектің қолына итеріп берген енді түсінді. Бірақ кері қайтуға кеш еді. Өйткені дәл қазір ол мені бұрынғыдан да шынайы, ыстық, толыққанды әйел болып көрді. Ал бұл әйел оған енді қайтып тиесілі емес еді. Таңертең ол көз жасын сүртіп үйіне оралды. Жан дүниесі алай-дүлей. Жаңа әйелінің қасында жатса да, құлағына менің ыңқылым, көз алдында менің құштарлыққа толы бейнем келе берді. Бұл оны тірідей өртеген азап еді. Ал менше, мен жаңа өмірге қадам басып үлгердім. Күйеуім сол түні мені көргеннен кейін тыныштық таба алмады. Жаңа әйелінің жанында жатып та көзін жұмса да, менің басқа еркектің құшағында балқып жатқанымды естігендей болды. Бұрынғыдай өзін еркек сезіндіретін ештеңе қалмады. Жаңа әйелінің күлкісі де құшағы да енді жанын жылытпады. Қайта әр жанасу оған менің жоқтығымды еске алып, жүрегін қан жылытты. Ол өзін өзі жегідей жей бастады. Неге мен 10 жыл бойы әйелімді құшақтамадым? Неге мен оны жатын бөлмеден қуып бөтен етіп қойдым? Ол мені күтіп еді ғой. Бірақ мен басқаға кеттім. Енді ол басқа еркектікі. Осы ойлар күйеуімді күндіз-түні тынышсыз етті. Ол қызғаныш пен өкінудің ортасында тұншығып жатты. Өзінің кінәсін түсінсе де жоғалтқанын қайтара алмайтынын білген сайын азапқа батып бара жатты. Мені тек төсекте ғана емес, күнделікті өмірде нәзік әйелдей сыйлады. Ол әр күнімді мәнді, әр түнімді ыстық етті. Оның жанында мен өзімді тірі, қалаулы, сүйікті сезіндім. Әр түн біз үшін жан мен тәннің тоғысқан мерекесі.
Әр таң біз үшін жаңа бақыттың бастауы. Мен алғаш рет әйел деген сөздің шынайы мағынасын түсіндім. Жүрегім тыныштық тапты. Мен өзімді ешқашан кінәлі сезінбедім. Себебі мен бақытты болуға лайық адаммын. Ал күйеуім ше, ол күннен күнге шөгіп бара жатыр. Жаңа әйелінің қасында жүрсе де көзінде қуаныш қалмады. Менің бейнемнен, менің жан айқайымнан құтыла алмай, бір сәт тыныштық таппады. Бірі отқа өртеніп, қайта туған әйел, бірі өз қолымен бәрін жоғалтып жалғыз қалған еркек. Бұл тағдырдың әділеті еді. Ол менікі еді. Ол қалайша басқаға кетті? Егер ол менікі болмаса, ешкімге де бақыт сыйламау керек. Түнде біздің есігіміздің алдымызға келді. Қолында бөтелке, жанарында қайғы. Терезеден ішке үңіліп, мені жас жігіттің құшағында бақытты күйде көрді. Оның жүрегі шыдамады. Бөтелкені сығып тұрып қабырғаға лақтырды. Дауыс шыққанда бір екеуміз селк етіп терезеге қарадық. Қараңғыда күйеуім тұр еді. Көзі қанталап кеткен. Сен менікі едің, деді. Дауысы дірілдеп шықты. 10 жыл күткен әйел. Сен қалайша? Жас жігіт орнынан атып тұрды. Ал мен тұрып байсалды түрде күйеуіме қарадым. Жоқ, мен сенікі емеспін. Мен әйелмін. Менің жаным, тәнім, жүрегім бар. Сен 10 жыл бойы соны өлтірдің, ал ол мені қайта тірілтті. Бұл сөздер оны күйретіп жіберді. Күйеуім жерге тізерлеп отырып, басын ұстап айғайлап жіберді. Мен сені жоғалттым. Көзінен жас ақты. Ол басын көтерді де қолын жүрегіне қойып, мен енді сенсіз өмір сүре алмаймын, деді. Сол сәтте ол жанұшы орнынан тұрып есіктен қашып шықты. Бірақ артына қайтып қарамады. Біздің көз алдымызда қараңғыға сіңіп кетті. Арақпен баспақшы болыпты, бірақ сол қызғаныш пен өкініш оның түбіне жеткен екен. Ал менше, мен жас жігіттің құшағында өмірімді жалғастырдым. Мен әйел болып қайта тудым. Біз үйлендік. Мен өз бақытымды таптым, ал ол қызғаныштың құрбаны болды. Құрметті оқырман, өмірден алынған шынайы оқиғаларды тыңдағыңыз келсе, менің арнама тіркеліп лайк, комментарий жазып қолдап кетіңіздер. Келесі кездескенше.